Сен жалғыз емессің. Бақытты, табысты болудың оңай 5 жолы. Алғыс сөз. Қорықпаңдар, сендермен біргемін, естимін, көремін. Таха сүресі 46 аят. 18 мың ғаламды жаратқан, біздерді қараңғылықтан нұрға шығарған, білмегенімізді үйретіп, өмір сүру ережесін құранмен насихат етіп, бізді әркез жақсылық пен мейірімге шақырған, әлемдердің Раббысы Рахман әрі Рахим Алланың атымен бастаймыз. Сондай-ақ барлық адамзаттың асыл үлгісі пайғамбарымыз Мұхаммедке оғаның Алланың салауаты мен сәлемі болсын деп кітабымызды жазып бастадық. Құрметті қыз-келіншектер, аяулы ханымдар, әрбіріміздің бір сарындылықтан жалығып, жанымыз жаңашылдық қалайтын, өмірімізді өзімізді өзгерткіміз келетін кезіміз болады. Сәл ойланып қарасақ, арман мақсатымыз орындалу үшін Алла бізге барлық нығмет атаулысын үй төгіп берген. Адам өзіне қажеттіні адаспай табу үшін әуелі өзінің нақты мақсаты мен нені қалайтынын анық білуі тиіс. Әйтпесе күнделікті тіршілік ағыны сені әр күн сайын әр тарапқа тартқылап, бастапқы бағытыңнан адасып кетуің ғажап емес. Күнделікті күйбең пайдасыз өткен бос тәулік емес. Шың бір күнде бағындырылмайды, қала бір күнде салынбайды. Тау да тастардан құралып жатыр. Ол түгілі олимпиада алтынында спортшы бір жылда жеңіп ала алмайды. Жеңіс мінберіндегі әдемі жымиыстардың артында айлар бойы ұзақ жаттығулар мен саулап аққан тер, ерен еңбек жатыр. Сондықтан есіңде болсын, сен жалғыз емессің. Жоғарыда айтылғандай, Алла сенің қолдаушың, жәрдемшің, әркез жол нұсқаушың. Сен де арманыңа қарай бізбен бірге күн сайын қадам бас, мақсатыңа қарай компасыңды үнемі түзеп отыр. Әңгімені сен деп бастағаным сеніміне селкеу түсірмесін. Сен деген қарым-қатынасты құрметсіздік деп ойлап қалма. Біз барынша саған жақын болғымыз келеді. Құрбы ретінде сырлассақ дейміз. Сондықтан кітап тұтас сен деген байланыста жазылады. Бұл кітап жан-жақты әрі ұзақ, терең зерттеуден кейін жарыққа шықты. Бірақ күрделі ғылыми еңбектер секілді емес, тілге жеңіл, бір оқығаннан-ақ ұғынуға оңай етіп жазуға тырыстық. Тұлғалық даму әлеміндегі бір емес, бірнеше бағытты қатар ұстанып отырмыз. Білгеніңді бөлісу сауапты іс, ал білмегеніңді білуге асығу, ұялмай сұрау, үйрену, талпыну саналы адамның әрекеті. Сондықтан да теория мен тәжірибені арнайы бағдарлама мен түрлі техниканы қатар ұсынып отырған біздің спикерлер саған зейінің ашылып, алған ақпараттың қажетіңе жарасын деген тілек білдіреді. Бісміллә, бастадық. Сенің сырлас құрбың айналамыз деп сенеміз. Құрметпен, Алматы әйелдер орталығы. Алматы әйелдер орталығы қыз-келіншектердің жан-жақты даму академиясы. Ол саналы және сапалы өмірге, қыз-келіншектердің денсаулығы мен саулығына жол бастаушы бағдаршам. Қазақстан бойынша ерекше форматтағы еліміздегі ауыл, қала аймақты ғана емес, әлемнің түкпір-түкпіріндегі қазақ тілді қыз-келіншектерді тұтас сауатты ақпаратпен қамтып отырған аналығы жоқ орталық. Оның негізі 2018 жылы қаланды. Бүгінге дейін орталықтағы мамандар ұйымдастырылған курстар мен марафондарға 260 мыңнан астам шәкірт қатысты. Әр қатысушы жоғары нәтижелер көрсетіп, өмірлік құндылықтарды бағалауды түйсініп, өзіндік көзқарастарын қалыптастырды. Білімге толы орталығымызда әр күн, ай, апта сайын отбасы, бала тәрбиесі мен жеке қарым-қатынас, қаржылық мәселе, рухани әлем, жалпы өмірде маңызы зор кез келген салаға қатысты ақылы және тегін курстар өткізіледі. Сондай-ақ
көптеген пайдалы ақпараттарды күнделікті әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларымызда бөлісіп отырамыз. Әр оқырманның жүрек түкпіріндегі сауалдарына жауап беріп, тікелей байланыс орнатамыз. Біз қоғам мәселесін қозғай отырып, жеке тұлғаның ішкі мәселесін реттеумен айналысамыз. Сондықтан Алматы әйелдер орталығына қыз-келіншектердің, нәзік жанды ханымдардың сұранысы ерекше. Дүкен сөрелерінен кітап сатып алмас бұрын, әуелі оның сыртына, мазмұнына, ішінде нендей құндылық барына аса зер салып, әр бетін парақтай жөнелеміз. Тура сол сияқты бүгіннен бастап өз-өзіңнің сыртқы көрініс келбетіңе мән беріп, ішкі әлеміңе үңіліп, жүрек қалтарыстарына, көңіл түкпірлеріне зер салып, өзіңе сырттай көз тастап, үйреніп бастауыңды сұраймыз. Біз бір сөзбен айтқанда фокусың өзіңде болсын. Ыңғайланып отырып, қалам дәптеріңді сайлап дайындал. Өзгерісті қалап, өзгерем деген ниетпен жүргеніңе де біраз уақыт өткен шығар. Бірақ қалай өзгересің? Қай бағытта өзгересің? Неге өзгересің? Ол өзгерістен әуелі өзіңе қала берді. Отбасыңа не пайда бар? Бұл өзгеріс сен үшін қайырлы ма? Өзгеріс ең алдымен өзіңді танудан басталады. Бізді күллі 18 мың ғаламды жаратқан Құдайды мойындаудан адамзатты ол не үшін жаратты, не мақсатта жаратты, біз өзіміз кімбіз және бұл өмірге келгендегі мақсатымыз не деген сауалдарға жауап тапқан жан ғана ғұмырлық мақсаттарын дәл қоя алады. Тағдыр деген нәрсе бар, жапырақты Алланың қалауынсыз үзіліп түспейді. Бұл кітап қандай да болсын, жолмен әйтеуір бір рет келіп, сенің қолыңа түсіп, енді оқып бастаған болсаң, демек кітап сенің қолыңа түсу керек болды. Оқып бітірерсің, бітірмессің, бірақ осы кітаптың алғашқы беттеріне көз жүгірту тағдырыңда тұр. Басқаша айтқанда, пешенеңе жазылған екен. Қажетті кеңес пен өзің іздеген сұрақтардың жауабын осы кітаптың ретімен тауып жатсаң таңғалма. Себебі кітапты оқу барысында түсінесің. Ал ақпаратты қорытып, тапсырмаларды орындаған соң, Алла қаласа, жүрегінде аз кем тыныштық орнап, өзіңді жайлы сезініп бастасаң, тіпті қуана бер. Демек біздің де, сенің де бақсы мақсатымыз орындала бастады деген сөз. Құрметті қыз-келіншектер, бізді яғни Алматы әйелдер орталығының басты ниеті білгенімізді сендермен бөлісіп, білімдеріңді дамытуға үлес қосу. Бұл орталықтың ашылғанына 2 жылдан астам уақыт болды. Тек қана қыз-келіншектерге арналған психология, сексология, өзін-өзі жетілдіру, өзінің жеке әлемін түсіну барысында қазақ әйелдерінің барынша бірлікте, берекеде, жүріп бірге даму үшін ашылған орталық. Білім игерудің, ақпарат алудың қолжетімді заманына келдік. Қазіргі күні үйренемін деген ниеттің болса жеткілікті, қажетті мәлімет, пайдалы білім алдыңнан шығады. Үйде отырып әлемнің өзгерісін, даму сатыларын біліп, ғалам бағдарынан хабардар бола аласың. Үйдің тірлігі, баланың бабы, күйеуімнің күйін табамын деп, ештеңеге үлгермеймін деген сылтауды санаңнан алып тастағаның жөн. Әлбетте үй-жай мен ошақ басындағы ынтымақ әуелі орында. Өзімді дамытамын деп үйдегі ырысты ысырып қоюға мүлде болмайды, бірақ бәріне үлгеруге де болады. Бір-бірімізге дем беріп, сүйе болып, даму үшін білімімізбен бөліссек, барша қазақ қыздарының болашағы жарқын боларына сенеміз. Әлемді өзгерткің келсе, әуелі өзің өзгер деген қағида бар. Айналамыздың жақсы жаққа бет бұрғанын шын қаласаң, әр әйел адам өзімен жұмыс істеуді бастап, жақсы әдеттерін жан-жағындағы құрбы достарына үйретіп, қоршаған ортамызда да жақсы өзгерістер лебі есе бастайтыны анық. Кітаптың негізгі мақсаты, мақсатсыз жасалған кез келген іс нәтижесіз аяқталады. Ал ең алдымен істі бастамас бұрын белгілі бір мақсатқа
қол жеткізуді көздесең, ол міндетті түрде оң нәтижесін береді. Біріншіден, кітаптың ең маңызды мақсаты өмірің жақсы арнаға бұрамын, пайдалы әдет қалыптастырып, нағыз әйелге тән болмысымды табамын деген барлық қыз-келіншектерге, ханымдарға арналған пайдалы ақпарат көзі болу. Жас ерекшелігін, қоғамдағы статусын талғамайды. Екіншіден, бұл кітап өзінің отбасылық өміріне, айналысып жүрген шаруасына, тапқан табысына, жақындарына, күйеуіне көңіл толмай, күш-қуаты азайып, тез шаршап жүрген қыз-келіншектерге арналады. Шын мәнінде жақсы өзгеріске талпынсаң, ізденсең, отбасыңа береке орнатып, өзіңді дамытып, қызығушылықтарыңды арттыра жүріп, жетістікке жетуге болатынын көрсету, нақты мысалдармен жетістік жолдарын ұсыну, арнайы техникалар арқылы алғашқы әрекеттерге ынталандыру. Үшіншіден, тұрмыстағы келіншектердің қажеттіліктерін толықтыру, Алламен байланысын күшейтудің маңызын жеткізу, берекені арттырудың жолдарын түсіндіру, ал тұрмыс құрмаған қыздар болса, болашақта қажет болатын отбасылық өмірде қолдануы тиіс пайдалы әдістермен таныстыру. Төртіншіден, өз бағасын білмей, комплекстер мен бойдағы қорқыныштан, түрлі фобиялардан арылуға практикалық тұрғыдан жол сілтеу. Алла разылығын алып, адал жолдан адаспай өмір кешулеріне сеп болу. Бесіншіден, ми мен түпкі сана туралы нағыз шынайы ғылыми ақпараттарды біліп, мидың мүмкіндіктерін аша түсу. Сондай-ақ жаман ой, өз өміріңнің берекесін алатын, жолыңды жабатын әрекеттерден аулақ болуға шақыру. Жақын болашақтың іргетасын бүгіннен бастап қалау. Миымызбен түп санамыздың өзіміз білмейтін мүмкіндіктерін ашу, трансформация жасау. Алтыншыдан, нәзіктік пен мейірімді әйелдік образ бен энергия көздерін бойда ояту әдістерін ұсыну. Материалдық жағдайды жасатудың негізгі көздерін көрсетіп, ризықты арттырудың керемет формуласымен таныстыру. Сонымен бірге арманыңды дұрыс анықтап, әрекет жасай отырып, жүйелі жоспармен құруды үйрету. Ең бастысы, өз болмысын қабылдай алатын және жақсы көретін әйел, қыз-келіншек образын қалыптастыру. Енді осы мақсаттарға 100% жетуің үшін біз саған кітапты оқудың арнайы әдістерін дайындадық. Төмендегі бағдарды ұстансаң, Алланың қалауымен кітап сен үшін өте пайдалы болмақ. Ендеше іске сәт, ханымдар. Бұл кітапты пайдаға жарату үшін қалай оқыған дұрыс? Бірінші, оқу бір басқа, оқып көңілге тоқу мүлдем бөлек әрекет. Уақытыңды босқа өткізбей, пайдалы ақпарат алғың келсе, әр тарауды және әр тақырыпты барынша түсініп, ұғынғаныңды ретімен өмірде қолданып, асықпай, әрбір сөзіңе мән беріп, сөйлемдерден секірмей оқыған дұрыс. Екіншіден, міндетті түрде қолыңа түрлі түсті маркер не қалам алып, қажетті тұсының астын сызып, керекті жерін белгілеп, мән берген дұрыс. Үшінші, бұл кітап жол сілтеуші құрал. Сондықтан өзің оқыған соң, кітапты біреуге сыйлап жіберме, біреудің кітабын алып оқыма. Өйткені кітапта жазылған кеңестерге уақыт өте келе қайта оралуың әбден мүмкін. Қайталау білім анасы екенін ескер. Әр оқыған сайын миыңның фокусы өзгеріп, жаңа ақпаратпен танысып отырғандай күйде боласың. Әрі екінші кеңесте айтылғандай, сен маңызды деп тауып белгілеген тұстарды кейіннен қайта бір қарап шығуға да ыңғайлы болады. Төртінші, жылдам көз жүгіртіп оқи салмай, осы кітапты оқу барысында қажетті кеңестерді берген тапсырмаларды, өзіңде туындаған идеяларды, жаңа инсайттарды, әр тақырыпқа байланысты өз пікіріңді қорытып, міндетті түрде жаңа блокнот арнап, соған жазып отыр. Бесінші, оқу барысында алған информацияңды практикада қолдануға асыққаның абзал. Оқыған техниканың бірден қолданып көр. Нәтиже байқалсын десең, кітапты оқыған сәт пен орындайтын тапсырма арасын ұзақтатып жіберме.
Дәл қазір оқығаныңды қазір пайдаға жаратып, үйрен, немесе сол түсінген кеңестеріңді тым болмаса таңертең жүзеге асыр. 6. Адамның жады, яғни әсте сақтау қабілеті қысқа және ұзақ мерзімді болып бөлінеді. Ең бірінші ақпарат, ғалымдар дәлелдегендей, автоматты түрде қысқа мерзімді жадқа түседі және 72 сағаттан кейін сақталады. Өйткені адам баласының жаратылысы, мүмкіндігі сондай. Қандай кітап оқысаң да 100% ақпараттың 10% ғана есіңде ұзақ сақталады. Қалағаны шамамен 72 сағаттан кейін көмескіленіп, уақыты өте келе ұмытылып кетеді. Ал түсінгенің бойынша конспект жасауға немесе телефоныңа түртіп отыруға дағдылансаң, оқыған ақпаратының шамамен 30% жадыңда қалады. Ақпаратты басқа адаммен бөліскен кезде немесе талқылағанда 50% ұзақ уақыт ұмытылмайды екен. Үйренген ілімге амал етіп, тапсырмаларды орындап, күнделікті өміріңде қолданатын болсаң, онда пайдалы ақпараттың 70-100% жадында мәңгіге сақтап қалу мүмкіндігі бар. Осылай миымыздың функциясын, оның құрылымын біліп алатын болсақ, өз миымызға өзіміз дұрыс білім алуға, дұрыс білімді есте сақтауға көмектесетін болар едік. Сонымен қатар, миымызға кейін, сосын деген сигнал жіберіп алмауымыз керек. Өйткені ми кейін деген функцияны сақтап алып, шаруаны кейінге шегеруді дағдыланып алуымыз мүмкін. Маңызды істі кейінге қалдыра беруді прокрастинация дейді. Нәтижеге қол жеткізу үшін дәл қазір, бүгін деген тапсырмаға миымызды әдеттендіруіміз керек. Ескер. Кез келген жаңа ақпаратты алу және жаңа іс-әрекет жасау барысында ми міндетті түрде қарсылық танытады. Өйткені мидың негізгі функцияларының бірі адамның бойындағы күш-қуатты үнемдеп, сақтап отыру. Сен үйренген әдеттерден, ойлардан өзгеше жаңа ақпаратты қабылдап, оны өңдеу. Біздің миымызға салмақ салатын процесс, ал ми оған жол бергісі келмейді. Ол үнемдеген энергияны сенің өміріңде болуы мүмкін форс-мажорлық жағдайларға дайындық ретінде жинақтайды. Басқаша айтқанда, қауіптен қорғайды. Қызығы, қауіптің бар жоғын ми сараптамайды. Өзінің энергия үнемдеу қызметін қосып қойып, бізге жаңа ақпаратты игеруге кедергісін тигізеді. Ал қазір ми қалай қарсылық танытады және онымен күресудің жолдарын таныстырамыз. Мидың қарсыласуының бірінші түрі ұйқының келуі. Кітап оқығанда, лекция тыңдап, жалпы жаңа ақпарат алғанда неге ұйқының келетінін түсінген боларсың. Ал қарсылықты жеңу үшін терезені ашып, отырған орныңды ауыстырып, тәтті жеп ал. Тәтті мен таза ауа арқылы миға оттегі көбірек барады және мидың жұмыс істеу қабілеті артады. Бастағы қан айналымды жақсарту үшін шашыңды түбінен уыстап, 5 секунд ұстап тартып тұрып, сосын бас құйқасын қимылдат. Құлақтың айналасын ысқылап, қалқаны жоғары төмен, жан жаққа тартып уқала. Қан жүріп, ұйқының шайдай ашылады. Екінші, кітапты оқып отырған кезде миың түрлі сылтаулар тауып, бөгет жасауы мүмкін. Мысалы, кітапты жаба салып, телефон шықылап, дәретханаға барғың келіп, кітапты оқуға мүмкіндігің болып тұрса да, басқа іспен айналысып кетесің. Қандай ақпаратқа келгенде сылтау іздеп кеттің? Соған ерекше мән бер. Дәл сол тақырып бәлкім өзің мойындай алмаған кемшіліктер, бетпе-бет келе алмай жүрген проблемалар, шешуге батылың жетпей жүрген мәселелер болу әбден мүмкін. Үшінші, ашулану, қарсыласу, бәрін теріске шығару. Яғни, автор айтқан ақпаратпен келіспей, жан жеріңе тиіп кеткендей болса, дәл сол ақпараттың астын сызып қойып, үңіле түс. Өткен айтылған мәселе сенің өміріңде, жан дүниеңде сыздап, шешімін таппай тұру. Сол тұсты психологиялық блоктардың болуы ықтимал. Ондай сәтте өзіңе саналы түрде сұрақ қойып,
қарсылықтың түпкі себебін табуға тырыс. Психологиялық блоктарымызға жолыққанда не себепті мұндай реакция туындайды? Блоктарды қабылдаған уақытта, яғни жаның жаралаған кезде сен эмоционалдық күйзеліске түстің, қиналдың. Ми және түп сана оның барлығын еске сақтап қалады. Оған өте көп энергия жұмсайды. Сондықтан жан-жараңды еске салатын, соған жақын кез келген ақпараттың жағымсыз эмоцияларды қайта бастан өткізетін жағдайлардан барынша сақтандырғысы келеді. Дегенмен, ол блоктар біздің бойымызда, миымызда тұр. Оның түп төркінін анықтап, бір жола құтылмасаң, өміріміздің басқа тұстарында көп зиян тигізуі мүмкін. Бұл туралы толығырақ ақпаратты ми және түпкі сана бөлімінде қозғайтын боламыз.